Маған қандай өзімді түсінетін үміткер жігіт келіп отыр, бізде таныстық барлығы жақсы. Просто кішкене маған ұнамай тұрған нәрсесі, осы үміткер келген кезде осындай нәрсе шығып тұрғаны сәл неприятно болып тұр. Тек жаңағы күлген себебім, сол уәде шынымен де маған енді есіме түсіп жатыр. Жоқ, мен әзірге ештеңе шығарған жоқпын мен негізі. Уәде беріп педіңіз негізі? Уәде бергем, иә. Уәде берген болатын. Не болса да Арунамен. Арунаға деген сезім ашылмайды, Арунаға деген екеумізде ешқандай танысып болмайды деп айтқан болдым. Енді уәде берсеңіз, уәдеңізді ұстайсыз деген үміттенеміз. Енді мен айта салайыншы, Балауса ханым. Сен асықпасай оны, сен алда уақытта көре жатамыз, мен ештеңе айтпаймын ғой, енді алда уақыт не болатынын білмейміз. Балауса ханым. Сен сразу енді бүйтіп кесіп салмасай, уәдеңізде тұрыңыз бірдеңеде. Жігіт сөзге тұру керек. Брат, сен соңына дейін барасың білмейміз ғой. Алланың бұйырғаны болады. Вот именно бұйырғаны, маған да бұйырған, саған да. Жақсы, Мереке, бірақ сіз соңына дейін баруға дайынсыз Аруна үшін, е? Ата-анам кеше мен ата-анаммен сөйлесті. Мысалы, біз кеше эфирден шықтық, мен ата-анам білмейді негізі. Мен эфирге келгенде ешкім білмейді. Білмейді? Ешкім білмейді. Көрді па эфирден? Иә, кеше көрді, енді WhatsApp-та сөйлесіп жатырмық қой. Не дейді? Сол кезде айтты, Аруна жақсы қыз, неге сөйлесіп көрмеске? Неге танысып көрмеске? Ата-анаңыз қолдап тұр, досыңыз тен қолдады сізді, сонда сіз соңына дейін барам деп тұрсыз. Бір енді қатысушылар мінезін жаман деп айтады ғой, бірақ ше үлкен кісілер адам таниды ғой. Менің ешбір таныстықта болған, жалпы маған ұсынған жігіттердің ата-аналары маған қарсылық танытқан емес. Үлкен жыны плюс деп айтайыншы, маған үлкен кісілердің ойы қатты маңызды да негізі. Сол нәрсесін кешеде сұрап алып жатырмын, бірақ бізде бір кішкене бір шешілмей тұрған түйін бар. Бұл кісі жақында гастролік сапарға кетеді екен. Және де бірнеше күн эфирге келе алмайды. Бірнеше күн деген ол апталап, айлап? Я жақында осы аптаның соңында кетеді. Одан кейін енді жұмыс барысы бұл кісінің солай. Жұмыста болып қалады, немесе гастролік сапарларға кетіп қалады екен да. Сол мәселені біз айттық та, бірақ жабылмай қалды сол тема. Енді Алла бұйыртса 14-те келем, Құдай қаласа. 10 күндей уақыт. 5 күн. Енді 5 күн тіпті. 5 күнде тұрған ештеңе жоқ сияқты. Балауса ханым Жоқ, басынан шешіп алған дұрыс деп ойлаймын да, негізі Балауса ханым, себебі білесіздер ғой, мен алдыңғы ара қатынасым внимание 3 күн жоқ болып кету деген нәрседен тоқтап қалды ғой енді. Жоқ, бәлкім қашықтықта болса да хабарласып тұратынына бұл жан сенімді сияқты негізінде. Таныстық Аруна. Таныстық бізде жалғасады? Жалғасады. Жақсы, сіздерден керемет танысу, кездесулер күтеміз. Шығарып салайық. Мереке, рахмет келгеніңізге, сау болыңыз.